Тұрсынбек Кәкішевтің кітабында «Известия» газетінде Әлихан Бөкейхановты ұстаған адамға 30 000 сом, Ахмет Байтұрсынов тағы да басқаларын ұстағанға 3 000 сом беріледі деп мақала хабарландыру жазылған екен. Сонда сол кездің қазақтары ақшаға бола бірін-бірін ұстап, бірін-бірін сатып кеткен ғой. Қараңыздар, уақытша 30 000 сомға бола, уақытша дүниенің қызығына бола мәңгі пайда келтіретін адамдарды сатып жіберген ғой. Соған байланысты мынандай мысал келтіреді. Бір сайын далада қара сиыр мен ала сиыр өмір сүріпті. Екеуі сондай тату болған ғой, ауыз біріншіліктері бекем. Сол даланың қасқырлары қалай келсе де, артынан келсе де, алдынан келсе де ала алмай қойған ғой. Қасқырлар келсе, екеуі бір-бірінің арқасын тіреп алып, мүйіздерімен берілмей қойған ғой. Түнде келеді, күндіз келеді. Амалдары таусылған әлгі қасқырлар бір күні ала сиырға келіп былай депті ғой. Я ала сиыр, сен бізге қара сиырды бер. Егер қара сиырды берсең, мына сайын даланың, жапан даланың қалаған жеріне барып жатасың. Қалаған шөбіңді жейсің, қалаған суыңды ішесің. Бір сөзбен айтқанда, мына дүниенің байлығы, мына жердің бәрі сенікі дейді ғой. Әлгі дүниеге қызыққан ала сиыр қара сиырды сатып жіберді. Енді біраз уақыт өткеннен кейін қасқырлардың қарны ашпай ма? Сонда ала сиырға келіп тұр дейді ғой. Естиміз деп. Сонда ала сиыр былай депті. Мен сорлы, мына қымқуыт қызылды жасыл дүниенің қызығына бола қызығып, қасымдағы қара сиырды сатып жібердім. Сол сиырды сатқан күні сендер мені жеп қойған екенсіңдер ғой деген екен. Достар, қазір қаншама ағайын туыстар бар, дүниеге бола, ақшаға бола бірін-бірімен араласпай жүрген, бірін-бірімен сөйлеспей жүрген. Тіпті бір атадан, бір әкеден, бір анадан туған ағайын туыстар бар, бірін-бірімен араласпайды, бірін-бірімен сөйлеспейді. Мына уақытша дүниенің қызығына бола алданып қалмайық. Оған не дейді? Қазақ айтады, жисаңда дүниені құшақ қылып дейді, ажал жүрер алдыңда тұсақ құрып, тұзақ құрып, өлер болсаң ағайын туыстарың тастар көрге кебінде шақ буып дейді. Шақ буым матамен кете барасың ғой, дүниені алып кетпейсің өзімен бірге. Сондықтан қайсы бір ағайын көріп отқан жақындармен араздасып, дүниеге бола араласпай жүрсе, араласыңыздар, бір-біріңді кешіре біліңіздер. Бұл дүние өзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді.